Баршаңызға ассалаумалейкум. Бүгін бізде нешесі бүгін? 20 қаңтар 2026. Көптен шыққан жоқпын. Видео салған жоқпын, неге ютубқа. Бізде неше күн, 3 күн, 4 күн дауыл жел болды. Аяз, жүруге невозможно ғой. Қатты қар болған жоқ, бірақ боран болған жоқ, просто жел. Жаңбырдан кейін бәрін қатырып тастаған ғой. Сол ойлап едік, жылқылар арықтап кетеді шығар деп. Өткенде машинамен барып келдік. Сосын жаңа дронмен барып келдік. Шүкір тұр. Бір орында, баяғы жерде, Заряда. Біздің жер Заря дейді, оны қазақша қалай болады? Танжарық бола ма? Солай шығар, баяғы заманнан келе тұр сол аты. Заря деп. Жылқылар қырда жүр. Іздеп жатырмын міне. GPS-пен қараған сияқтымын. Айналып жүрмін әрі бері. Әне көрініп тұр әне. Түгіл 17 бас. Бүгін бізде шамалы қар жауып жатыр. Жылынған 15 градус. Машинада 17 көрсетіп тұр. Интернетпен 15. Жел шамалы бар, жел 5-6 метр. Өткенде 3 күн не болғанда, жел болғанда 30 метрге дейін апарды ғой. Ощущение 50-ге дейін апарды ғой аяз. Интернетте көрсетіп тұрды. Негізі минус 24 болды біздің ауылымызда, бірақ ощущение минус 50 көрсетті. Жел қатты болды. 3 күн болды ма, 4 күн болды ма, есімде жоқ. Қарды қатырып тастаған ғой кәдімгідей. Машинамен үстімен баса бересің, етпейді. Машина батпайды. Қардың үстімен жүре береді. Міне 17 бас санап алдым. Қырда тебін бар. Тебін бар, қатпаған. Күйлері шүкір. Арықтамаған. Тебін бар ғой. Әйтеуір тамақ бар. Жем апару керек еді, жем апарған жоқпыз. Оған не керек? Мына жолдан 2 жол бар. Ана гипске апаратын жол бар, қара жол. Сосын грейдер бар. Грейдерден 500 метр, анадан да 500 метр бар шығар. Оны шананы алып, санамен апармасақ, бұл машинамен өте алмаймыз. 2 жақтан да жол бар. Гүлсары құла. Әкесі башкир, әкесі мұғалжар, енесі башкир. Көрініп тұр құла екен. Мынау буцефал. Айғыр, ол да құла. Оныкі әкесі першерон, енесі башкир. Былай арықтамаған сияқты жылқылар. Былай қарадым. Шүкір. 20 қаңтар әлі неше? 20 наурызға дейін болады шығар енді қар. Әлі 2 ай бар. Ақпан, наурыз бар. Аман есен шығады деп ойлаймыз.
жылда тұрады ғой сияқты. Шөп бар мына жақта. Мал жайылмаған жаздай. Шабылмаған. Шөп бар мында. Жетеді. Бір бие басқа жерде жүр. Қазір барам, соны қарап кетем. Менің спартым оң жақта тұр әне. Тойған ғой. Тойып тұр. Жемей тұр жады. Әне. Спарта. Үші үлкен оның. Ол солай. Өзі сондай ол. Сүтті бие ғой. Башкириядан келген ол. Башкир тұқымы ма, білмеймін әйтеуір. Сүтті жақсы береді. Получаж ба, бірдемесі бар. Сосын не? Рысачка сияқты. Рысь. Жорғалап жүреді. Аналарды қарып кетейін деп. Золотойдың үйірі. Сол үйірінде бір менің бием бар, башкир құла. Былтыр ол дронмен қарап едім ғой, күнде барып. Сосын Киргей досым звондап тұр маған, сенің бием жатып қалды деп. Видео жіберді маған. Мен де аунаған ба, тұра алмай қалды ғой. Аяқтарын аспанға көтеріп жатыр. Хорошо Сергей өтіп көтер жіберген оны. Биыл пока ондай болған жоқ. Міне тұралар 11 бас. 4. Мына жақта неше бас? 11 бас санаған сияқтымын. 4, 5. 11 басы. Мысалы, алыс жерде көршім сұрап отыр еді ғой. Менің үйірім көрінбей ме? Жем беріп қайтайын деп. Әне, бейіттің қасында жүр. Зираттың қасында. Әне, көрініп тұр ма? Қазір жақындатам. Так жақын қарап, немен, зуммен қарап отырмын. Көрінбейді. Әле нелер жүр, КамАЗдар. Гипске. Осы жол, ар жағында грейдер бар. Осылай жүреді машиналар. Қар болса тазартады погрузчикпен. Шүкір, жылқылар тұр бір орында, ешқайыққа кетпей. Осы орынға үйренсе, енді үйренді ғой негізі. Жем алып келу керек тек. Немен, оған мотособака керек шығар. Мотобуксировщик дейм ақылы дейді. Жемді тиіп алып келуге. Сол жақсы дейді. Любой нәрсені тиіп аласын да апарасын. Жақын жер ғой, біздікі мұз бар, судан өтесін. Жаяуды баруға болады, бөренеден өтіп. Шамалы қарау емес, қар жауып жатыр, тұман ба.